Құрметті оқырмандар, бүгін мерейгер автор және кітап айдарында қазақ әдебиетінің асыл мұраларының бірі болған Қозы Көрпеш Баян Сұлу лира эпостық жырын атап өтпекпін. Биыл осы эпос орыс тілінде жарық көргеніне 160 жыл толып отыр. Бұл эпос махаббат, адалдық, ерлік пен қайсарлық, адамгершілік сияқты құндылықтар шебер суреттеледі. Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу арасындағы шынайы махаббат жыры қазақтың бай ауыз әдебиетінің жарқын үлгісі. Жырда екі жастың арасындағы ғашықтық сезімдері мен қоғамдағы қиындықтарға қарсы тұруы бейнеленеді. Бұл эпос қазақ халқының рухани қазынасына қосылған баға жетпес мұра болып табылады. Біздің кітапханамызда Қозы Көрпеш Баян Сұлу эпосының әр алуан түрлі нұсқалар мен зерттеулер бар. Атап айтсақ, 1968 жылы орыс тілінде жарық көрген поэма, ал 1984 жылы орыс тілінде проза түрінде жарияланған поэмасы да бар. Сондай-ақ 1985 жылы Алтын сандық баспасынан шыққан поэма және 1988 жылғы Абай Құнанбаев жазып алған нұсқасы да бар. 2002 жылы жарық көрген Шоқан Уәлиханов, Радлов, Жанақ, Потанин және Дәуіт нұсқасындағы поэма және Қозы Көрпеш Баян Сұлу туралы зерттеулер жазылған кітаптарды да таба аласыздар. 2006 жылы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының нұсқасымен жазылған Қозы Көрпеш және 2019 жылғы Мұқан Төлеубаев операсының оркестрлік партитурасы да біздің кітапханамыздың қорынан көре аласыздар. Бұл поэманың әр алуан нұсқасы мен талдауы қазақ әдебиетінің бай әдеби мұрасын тануға жол ашады. Келіңіздер, көріңіздер.